Мен аздап таксовать етіп ақша тауып келейін, деді Нұрлан дастархан басынан жаймен көтеріліп. Екеуміздің тойымызға елден біраз қарызға ақша алып едім, соларды қайтару керек. Енді күн түндемей жұмыс істеу керек. Әлі-ақ бәрін жасаймын. Үйде жайда болады жаным. Жақсы, тек басқа жаққа бұрылып кетпесең болғаны, деді әйелі күлімсіреп. Ондай жаман әдеттеріңді енді қоятын шығарсың. Қойшы, қайдағы жоқтын айтпай, деді ол ашуланып. Біліп қой, мен еркекпін, қайда барам, қалай тұрам, өзім білем, еш уақытта есеп бермеймін. Неменеге ашуланасың? Еркек екеніңді онсыз да білемін, бірақ енді менің заңды күйеуімсің ғой. Мен сені қызғанамын. Кімнен? Аналардан. Аналарың кім? Оны өзің де білесің ғой. Қоясың бенді жоқ па? Жігіттің түрі бұзылып, лезде-ақ қара сұрланып шыға келді. Қабаға түсіп, тұнжырай қалған әйелі одан әрі ләм-лим деп тіл қатпастан теріс бұрылып кетті. Әй, сен қайдағы жоқты айтып, былжырай берме. Білдің бе? Енді бір рет осындай әңгіме шығарасың, менен жақсылық күтпе. Әй, естіп тұрсың ба? Деді жігіт езеуреп. Мен сені білемін ғой, деді әйелі ақырын ғана. Нұрлан ештеңе естімегендей есікті тарс еткізіп жапты да ашуланып шығып кетті. Есік алдында тұрған машинасын от алдырды да ызылдатып ала жөнелді. Көшені айнала бере тоқтады да дүкенге бас сұғып сатушы қыздан: бір жерге звондап алайыншы, деп сұрауын сұрағанмен оның жауабын күтпестен жайлап телефонның нөмірлерін тере бастады. Ашудың ізі қалмаған, көзі күлімдей әндетіп қояды. Ол мені күтеді, деді өз-өзіне риза болып. Бүгін тағы да құмарымды қандырмасам. Осы кезде ар жақтан алу деген қыздың даусы естілді. Қалың қалай? Бұл мен ғой, деді Нұрлан сыбырлай сөйлеп. Қыз мұның даусынан шошып кеткендей аз-маз үнсіз қалды да сәлден соң барып есін жиғандай: сенбісің? Деді күрсініп. Иә, мен ғой, өзіңнің Нұрланыңмын ғой. Не, танымай қалдың ба? Бай болатын шығармын. Не, жай ма? Жай, звондауға болмай ма не? Болмайды. Қойшы енді, ренжімеші, мен бәрін айтып түсіндірем. Ештеңені түсіндірудің керегі жоқ. Қазір барамын, келмей-ақ қой. Саған бірдеңені айтып кетуім керек. Нені? Телефонмен айтатын нәрсе емес. Көп уақытыңды алмаймын. Жақсы. Ол тағы да бірдеңе айтуға оқтала беріп еді, қыз трубканы қоя салды. Әп бәлем, тұра тұр. Әлі өзің ақ бұралқы итше бұралып келіп құшағыма жығыларсың. Көп болса тулап-тулап қоярсың. Қайда барарсың? Әлі ағандасында барып тұрар, ашынама айналасың. Мен сені жақсы білем ғой, деді де жігіт шығып жүре берді. Машинамен көше бойлап зымырап келе жатыр еді, анадайдан бір қыздың қол көтеріп тұрғанын көріп қалды да жанына тақай бере тоқтай қалды. Терезесін ашып: қайда барасыз, қарындас? Деді дауыстап. Екінші вокзал, 500 теңге, деді қыз да тақ-тақ етіп. Отырыңыз. Қыз алдыңғы есікті ашып зып беріп отырды да жігітке бұрылып: дұрыс түсіндіңіз ғой, екінші вокзал 500 теңге, деді тағы да тақ-тақ етіп. Иә, түсіндім, түсінбейтін несі бар? Қайдан білейін, кейбір таксистер айтқан жеріңе апарып тастағаннан кейін тағы да қосымша ақша сұрайды екен. Қорықпаңыз, мен сұрамаймын. Неменеге қорқамын? Қорықпаймын, тек ескертіп жатқаным ғой. Қайда кетіп барасыз? Қарағандыға. Ауылыңызға ма? Жоқ, бір дос қызымның туған күніне бірге оқып едік. Келмесең ренжеймін деген соң амалсыздан бара жатырмын. Бір жағынан осындай басымыз бос кезде қыдырып қалайық деп, ертең тұрмысқа шыққан соң бәрі қалады ғой. Студентсіз-ау деймін. Жігіт сөйлескен болып қыз жүзіне көз қиығын салып қояды. Әдемісін-ай, шіркін, бір дейді іштей езіле әдетіне басып. Иә, студентпін. Қыздың ештеңемен шаруасы жоқ, тақ-тақ етіп тақылдап отыр. Қайда оқисыз? Каспийде. Қандай факультетте? Тіл әдебиет. Бәсе, сарнап тұр екенсің дейсіз бе? Иә, ашық қыз екенсің. Маған мінезі ашық қыздар ұнайды. Өзіңіз қайда істейсіз? Мен қарапайым қарауылмын. Әйтеуір өзіме ұнайды. Бір сөткі істеймін де, 2 сөткі демаламын. Сол демалатын күндері қарап жатпай, арасында өсіп ақша табамыз. Бойдақ болсақ та, айлығымыз шайлығымызға жетпейді. Содан соң ептеп-септеп осылай. Дұрыс қой, ақша тапқаның не сайып, ешкімнен тарық болмаса да ұрлап алып жатқан жоқсыз ғой. Өмір қызық қой өзі. Иә, шынымен қызық. Жігітіңіз бар шығар. Жақсы жігіт кездеспей жүр ғой. Қыз сықылықтай күлді.
Осы оңтайлы сәтті пайдаланып қалғысы келген Нұрлан сәл мойнын бұрып, жақсы жігіт кездесті деп ойламайсыз ба? Деді қулана. Қыз бәлен деп жауап қатпады. Жымия беріп, мырс етіп күліп жіберді. Айтпақшы, атыңызды сұрамаппын ғой, есіміңіз кім болады қарындас? Таныстықтың артығы бола қоймас. Назира, атыңыз затыңызға сай екен. Рахмет. Қыз жымиды. Менің есімім Нұрлан. О, міне келіп те қалдық, деді ол машинасын тоқтата беріп. Осы кезде неге екені белгісіз қыз қолына қалта телефонын алды. Оған көз түсіп кеткен жігіт тағы да қарап тұрмай. О, телефоныңыз қандай әдемі, нөмірін бермейсіз бе? Деді жымысқылана жымиып. Неге? Деді қыз түк түсінбегенсіп. Жай енді былай хабарласып тұрсақ. Жақсы, жазып алыңыз, деп нөмірін жаймен айта бастады. Нұрлан зып еткізіп телефонына жазып ала қойды да тексеріп көру үшін сол нөмірді басып кеп жіберді. Қыздың телефоны ән салып қоя берді. Тексеріп жатырсыз ба? Деді бойжеткен күлімсіреп. Жоға, менің де телефонымды жазып алсын деп жатқаным ғой, деді жігіт сөз тауып. Олай болса кешіріңіз, деді қыз сызыла. Қой, мен барайын, пойыздың жүретін уақытта тақап қалды. Жақсы, барып қайтыңыз, жолыңыз болсын, деді жігіт қызға қолын ұсынып. Мүмкін әлі кездесерміз. Рахмет, сау болыңыз. Қыз аяғын асыға басып жүгіре жөнелді. Жігіт артынан сұқтанып тұрып қалды. Сұлуақ екен, фигурасы да келісіп тұрау. Шіркін, бір көрер ме еді. Өзі де кетер емес сияқты ғой. Барып келсін, содан соң көрерміз, деді іштей күбірлеп. Ол машинасын кері бұрды да мөлдірдің жұмысына келді. Есік алдына тоқтай сала, қалта телефонмен хабарласып, сыртқа шақырып алды. Құтты болсын, деді қыз, аман саулықта сұраспастан томсырайып. Рахмет. Қалай енді? Жаман емес. Әйтеуір үлкен кісілер осы қызды аласын деген соң еш бұлтар алмадым. Бірақ сені жақсы көремін, сен ойлай беремін. Өтірік айтасың. Әнеугіні көңілімді қатты қалдырдың ғой. Аузыңа келгенді айтып, жанымды оңдырмай жараладың ғой. Мен бірдеңе бүлдіреді деп ойлайтын шығарсың. Жоқ, қорықпайық қой. Ондайым жоқ. Тек қыз қыстығып сөйлей алмады. Сол күні көңіл күйім жоқ еді. Оның үстіне өзің. Мен істедім сонда. Не жасығым бар? Бар жазығым өлерде жақсы көріп, құдайымдай сенгенім бе? Енді не қыл дейсің маған? Қойшы енді. Өткені өтті. Оны еске түсіріп беріп қайтесің. Бір жолға ашуыңды қи. Одан да бүгін бір жаққа барып демалайықта. Қалай ұялмайсың? Ар-ұятың қайда? Жаңа үйленген келіншегің бар емес пе? Бұрынғыдай бойдақта емессің. Қоймайсың менді. Үйленгенше соның бетіне қарап жүрді ғой дейсің бе? Одан әлден суынып барам. Көп тұра алмайтын шығармын. Сондықтан бүгін сені іздедім. Жаныма жан жылулығын сен ғана бере алатын сияқтысың. Сенің ғана адалдығың, сенің ғана махаббатың бойыма қуат қосып, нәр бере алады. Түсінші соны. Әлде араласып жүре берейікші, кеудемнен итермеші, келіп кетіп тұрайыншы. Үйренісіп қалдық қой. Жоқ,